Армысыздар, қалдарыңыз қалай? 10 кар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін біз көлік алған кезде алғашқы жарнан керек емес екенін білеміз, бірақ сіздің қалтаңызда ақша бәрібір болу керек екен. Не үшін, қанша болу керек? Соны айтамыз. Сосын каска туралы толығырақ түсіндіріп беріңіз дегенде біраз өтініштер келіп жатыр екен. Ең негізгісі жаңа комментарийда жазылған көп сұрақтарға осы шығарылымда жауап берем. Ал ең бастысы жеңілдетілген несиемен көлік алсаңыз ай сайын қанша төлейсіз, осыны есептейміз қазір. Ендеше бірінші сұрақ каска туралы сұралыпты. 8 миллион төлесек банк төлей ма, 10 миллион қалсам өзім төлеу керекпін бе деген нәрсені айтады. Каска деген ол сақтандырудың түрі, оны банк сізге төлеп бермейді. Оны міндетті түрде өзіңіз алуға міндеттелесіз. Сіз 6 миллионға көлік алдыңыз не, 15 миллионға көлік алдыңыз не, сіз оны өзіңіздің қалтаңыздан төлеуге міндеттейсіз. Жаңағы көлік алуға барған кезде қалтаңызда ақша болу керек дедім ғой, алғашқы жарна төлемесеңіз да. Сол төлемнің бірі каска. Мысалы қараңыз, мен өзім шынын айтқан кезде салоннан әзірге көлік алып көрмеппін, бірақ мына жерде касканың калькулятор бар екен, қанша төлеуге болатын, есептеуге болады дейді. Мысалы қараңыз, шамамен 8 миллион теңгенің көлігі дейік. Мысалы город Астананы таңдаймыз. Мына жерде менің номерімді түсірмей ақ қой. Так. Міне, маған касканы 8 миллион теңгеге шығарып берді онлайн калькулятормен. Мысалға сіз 8 миллион теңгеге машина алсаңыз, міне 397 мың теңге төлейді екенсіз. 400 мың теңге деген сөз ғой. 10 миллионға алатын болсаңыз, сіздің қалтаңызда 500 мың теңгеге жуық болу керек. Мен бағана есептеп көріп ем, 6 миллионның көлігін алатын болсаңыз, 350 мың теңге шамасында сіз оған каскалық сақтандыруын сатып алуға міндеттелесіз. Одан бөлек сіз қазір автосалондар бір тәсілге көшіп алған. Сіз алатын көліктің ішінде даже аяқтың астына төсейтін резинке полигі де болмайды. Оны да сатып аласыз. Ол кемінде 50 мың теңге тұрады. Не болмаса оны эвополиктер дейді ғой, сондайға да жасатып алуларыңызға болады. Енді өздеріңіздің таңдауыңызда. Оның өзі де кемінде 30 мың теңге шығады. Қосымшасыз қораптың, қозғалтқыштың астындағы защитасын алу керек боласыз. Немесе сигнализация жаңағы автозаводпен оны салонда орнататын болсаңыз, оның өзі 200-300 мыңға шығып кетеді. Бірақ кемінде 50 мың, 100 мың теңге ол үшін де керек болады. Сонда сіз алғашқы жарнасыз көлік алғанның өзінде осыншама ақша төлейсіз. Содан соң несием бар, жеңілдікпен тағы алам ба деп жазғандар бар екен комментарийға. Несиесі барлар, оны бағдарламаға оның түк қатысы жоқ. Ол банктың шешетін нәрсесі. Егер сіз ол несиемен қоса жаңадан алынған 4% жеңілдетілген несиенің ай сайынғы төлемін төлей алатындай жағдайда болсаңыз, банк сізге оны одобрение берсе, онда береді. Ал егер ондай мүмкіндігіңіз болмаса, банк рисковать етіп сізге бірнеше миллион теңге ақшаны бермейді. Пенсионка болу керек пе дейді. Міндетті түрде пенсионка сізде болу керек. Әйтпесе банк сізге несие бермейді. Енді бірнеше көліктің бағасын есептейік. Ай сайын қанша төлейсіз. Егерде мысалға белгілі бір көліктерді алатын болсақ қарайық. Мысалы акцент 2022 жылғы комплектацияларымен ең қымбаты элеганс комплектациясы 8 миллион 190 мыңға тұр екен қазір. 8 миллион 190 мыңды алатын болсақ, мінекей мына жерде кредитный калькулятор бар. 8 миллион 190 мың 7 жылға есептейік. 7 жыл жылдық несі 4%, дұрыс тұр екен. Сонда қараңыз, 8 миллион 190 мыңның көлігін алатын болсаңыз, без первоначалки алғашқы жарнасын төлемесеңіз, жылына 111 мың, 112 мың теңге төлейсіз айына. Мына жерде мен Элантраны да ашқам. Элантра бұның мыналары келмейді.
базовый 9 миллион 990 мың дейді. Бұл жерде 9 миллион 990 мың емес, мысалға мынау комплектацияны алған кезде мысалға 13 миллион 490 мыңдікін алам десеңіз, сіз 3 миллион 490 мыңын төлейсіз, қалған 10 миллионын аласыз ғой. Сондықтан 10 мыңын бөлек есептемей қойып, 10 миллион теңгені есептейік. Егер де сіз айына 10 миллион теңге алатын болсаңыз, егер де 10 миллион теңгенің көлігін алатын болсаңыз, сіз айына 136.688 теңге төлейсіз. Мысалға, Ладаны көрейік. Равонда, Chevrolet Cobalt. 6 миллиондікі бар екен, 6 миллион 290 мың, мына жерде қазір оларда скидка отыр екен, 6,5 миллион теңгенікі бар екен. 6,5 миллион теңгенікін есептесек, мысалға 6,5 миллион теңгеге сіз көлік алсаңыз, 7 жылда қанша төлейсіз? 6,5 миллион теңге алсаңыз, айына 88 мың теңгеден төлейді екенсіз. Яғни 6,5 миллион теңге алдыңыз, мен мұнан айтпаппын ғой бағанадан. 6,5 миллион теңгеге аласыз, 4%-бен 7 жылға айына 88 мың төлегенде 89 мыңға. Сіз соңында 7 миллион 463 мың, яғни 900 мың теңгеге жуық 7 жылдың ішінде переплата жасайды екенсіз. Жаңағы 10 миллионның көлігін алатын болсаңыз, сіз 7 жылдың ішінде 1,5 миллионға жоқ, 1 миллион 400 мың теңге переплата жасайсыз. Ал бізде жаңа тағы Ладаны қарап едім ғой мен. Ладаның бағасы 5 миллион 600 мың теңге дейді. Мысалы 5 миллион 600 мың теңге көлік алсаңыз, айына 76 мың теңге төлейсіз, переплатаңыз 800 мың теңге шамасында шығады екен. Енді 7 жылға бұл енді өздеріңізге байланысты, сізге тиімді ме, тиімді емес пе? Соңғы машинамны Джакты көрсете салайыншы. Джак S5 деген көлік бар екен. 800 мың теңгеге дейін скидкасы бар дейді. Бұның бағасы қай жерде? Бағасы. Бұнда да скидка болып жатыр екен ғой, 700 мың теңге. 800 мың теңге скидка болып жатыр екен. 8 миллион 990 мың теңге тұрады екен. 9 миллион теңге ғой, 9 миллион теңгеге Джак S5 алсаңыз, ай сайын, Джак S5 емес, любой кез келген машинаны 9 миллион теңге алсаңыз, ай сайын 123 мың теңге төлейсіз. Переплата 1 миллион 333 мың дейді. Енді сіздерге түсінікті болу үшін мынадай бір кесте жасайын. Бір жағына қарай кішкене орын қалдыр, кесте қоятын. 6 миллион теңге несие алсаңыз, жеңілдетілген несие емес, сіз ай сайын 82.013 теңге төлейсіз. Осылайша 7 жыл төлегеннен кейін артық төлеміңіз 889 мың теңге болады, яғни переплата. 7 миллион теңге алсаңыз, ай сайын 95.682 төлейсіз. 8 миллионға 109 мың төлейді екенсіз, ал 9 миллион алсаңыз, 7 жыл бойы айына 123.019 теңге төлейсіз. Осы 9 миллион алсаңыз, 7 жылдың ішінде сіз банкке 1 миллион 333.618 теңге артық төлем жасайды екенсіз. Ал ең шекті сома 10 миллион теңгеге көлік алсаңыз, ай сайын 136.688 теңге төлеп, ақыры 7 жылдың ішінде 11 миллион 481.797 теңге төлейді екенсіз. Яғни 7 жылдың ішіндегі артық төлеміңіз 1,5 миллион теңгеге жуықтайды екен. Егер де осыншама ақшаны 7 жылдың ішінде артық төлеймін, маған бұл жарайды десеңіз, көлікті аласыз. Бұл көліктің сапасы менің көңілімнен шығады десеңіз, аласыз. Шешім қабылдайтын өздеріңіз. Әзірге болса, тағы да қандай тақырып қызықтыратын айтыңыздар. Жасап берем, амандықта жүздесейік. Арнаға жазылыңыздар, пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар.